құрметті студенттер, ең бірінші қазір шаттық шеңберін ұйымдастырып жіберейік. Барлық мен қазір музыка қосамын мына жерден. Шарты бойынша таратқан кезде, ән өшіп қалған кезде кімнің қолында тақия қалады, сол студент өткен сабақ бойынша екі топқа да сұрақтар қояды. Түсінікті ғой, Үш сұрақ қою керексіз. Өткен сабақтарға қай тақырыптар есіңізде қалды, соларды қайталай беруге. Тәңдер іздеп жүр едік әңгімесінің авторы кім? Мақпал. Ерболат Әбікенов. Дұрыс па жауабы? Жақсы. Сабағымыздың мақсаты прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау және мәтіннен автордың көзқарасын, яғни негізгі ойын, негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау. Екі топқа бөлінуіміз, бір суретте домбыра бейнеленген және тағы бір суретте микрофон бейнеленген. Енді қазір былай жасаймыз, топқа бөліну үшін барлығымыз келіп екінші топтан бір студентті топқа шығып сайлап, сол топ басшы бағалау парағына қарап отырып, яғни жақсы өзден шығысы ең жақсы болса, 3 балл қоямыз, төмен болса 1 балл, орташа болса 2 балл. Бейнебаян бойынша сұрақтар дайындадым, яғни біздегі ендігі тәсіліміз сұрақтар копдишасы деп аталады. Қазір мен сіздерге кез келген адам таңдап, сұрақты ашып, оқып, сол сұраққа жауап береді. Аймауыт қай жылдары ауылда мұғалім қызмет атқарды? 1911-1914 жылы. Әдебиет лотосы әдіс тәсілі арқылы сұрақтарға жауап береміз, балалар. Міне, шығарма атауы әнші. Қазір енді балалар сергіту сәтін жасайық сіздермен, яғни біздегі сергіту сәті арқаға жазылған комплименттер деп аталады. Өте белсенді, керемет Батырхан. Рефлексия, яғни кері байланыс. Жеке-жеке бағыттар бүгінгі сабақтың қорытындысын 5 сөйлемен жазасыздар. Одан кейін бүгінгі сабақтағы маңызды 5 сөз естеріңізде қалған, және ең соңында сол 5 сөзді бір сөзге қысқартып қорытынды жасаймыз. Жеті шатыр, Жүсіпбек Аймауытов, тарихи тұлға, Әмірхан, өнер, қорытынды сөз, әнші әңгімесі. Келесі сабаққа үйге тапсырма Әміре Қашабаевқа хат жазып келемін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.